お前らに話すことは何もない。現実に縛られたままカトン死ね。Мінекей достар, товарный вид такой. Де ойнап айтам, бұл қазақша контент, барынша қазақша сөздерді қолдануға тырысамын. Мінекей достар, затымыздың түрі осындай. Сіздер де тапсырыс берсеңіздер, сіздерге де примерно осылай келеді. Ең алғашқы айтып кететін жайт, бұл заттың бағасы. Мен бұны Алиэкспресстен примерно 1400 теңгеге дейін заказ бердім. Мына жерде бағасы тұр. Тек қана Sharingan ғана емес, сонымен қатар басқа да линзаларды таба аласыздар. Одан кейінгі айтып кететін жайт, бұл мысалға мен қаншама уақыт бойы Алиэкспресстен көптеген товарларды беріп жатырмын тапсырыс ретінде. Олар маған ұзақ уақытта келеді, көбінесе бір айда, 2 айда деген сияқты. Ал сол товарлардың ішінен ең тез келген товарлардың бірі маған бұл 15 күннің ішінде келеді достар. Я сіздер де заказ берсеңіздер, сіздерге де тез әкелуі мүмкін. Ал енді достар, ашып көрейік. Şimdi hoppa linze көрініп тұр мына жерде. Қараңыздар. Мен обетонка дедім, бірақ бұл жерде сәл теріс айналып отыр, көрінбей жатыр. Міне. Камуй. Яғни біз ішінен линзаның салатын кейсін және оның ұстағышын көріп тұр, және линзаның өздерін көріп тұр. Бірақ мен бұл жерде біреу ғана көріп тұр. Қазір ашып көрейін. Мінекей достар, линзаның өзі суымен бірге тұр. Осы суымен бірге біз мынаған өткізуіміз керек. Ең алдымен тақпас бұрын. Міне екіншісі собственно. Достар, мен бір нәрсе айта кетейін. Қазір мен мынаған алмастырамын, бірақ мен өмірімде көзіме линза тағып көрмеппін. Мен де қазір сіздерге көрсету үшін бірінші тағайын деп отырмын. Вот, мінекей деп айтылу керек қазақша. Біздің Sharingan, мынау оның кейсі. Кеттік, оның ішіне өткізіп көрейік, ашып. Достар, ең алдымен линзаны ашпас бұрын біз кейсімізді дайындап алайық. Шында бірнеше тұр, мен білмеймін. Кейсімізді дайындап алдық. Енді біріншіден бісміллә көрейік. Так, қалай болады екен мұның? Былай ұстап, суы төгіліп кетпеу керек қой. Былай аша береміз. Ойбай, өзім борып тұрмын. Суы төгіліп кетсе, до конца ашайын ба, әлде құя берейін ба? Негізі оңай ашылатын қатты қиын емес, клей өте күшті жабыстырған. Мінекей. Былай құямын, мен достар шынайдан білмеймін. Істеп көріп жатырмын. Суы прямо кейске арналғандай, өйткені жеткілікті мөлшерде бірдей толтырылды. Не айтқан өзім түсінбей қалдым. Өшін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді біз қазір линзаны ұстап көрейік. Ұстап ішіне саламыз керек өшін. О май гад. Дұрыс істеп отырмын деп ойлаймын. Ашылып кетті ішіне салам. Неге достар? Ал енді мен қазір тез-тез екіншісін жасап тастайын. Мінекей достар, мен екеуіне өзінің кейсіне салдым. Ал келесі процесс бізде бұны енді көзге орнату ең қиын болады деп ойлаймын. Өйткені мен шынымен де вообще көзіме линза тағып көрмегенмін. Бірінші тағып көрейін деп жатырмын. Ал ендеше кеттік. Мінекей достар, мен зорға дегенде тақтым мынаны. Жаман қиын екен, прям. Бұлай аласыздар біреу мына қолға, мына саусаққа саласыздар да көзге алып келесіздер.
сол кезде көзге орнатқан кезде жаман қиын, көз жыпылықтай береді прям. Білмеймін, енді жаман қатты қиын болды. Мен сіздерге бұны қазір былай салып көрсете алмаймын, өйткені өзім бір сағаттың ішінде дегенде зорға кидім осы екі көзіме. Алыстан көрінбейді, линза екені, камуи екені, камуи деп обойдан шаринған екені, бірақ жақындаған кезде прям байқауға болады. Прям обзорым бар ғой, көретін жерім қысқарып қалды. Мен мысалға мына жақта парталарды көретін едім, жан жақтағы. Қазір көрмей тұрмын, оның орнына ол жақ қып-қызыл болып тұр, камуидің несі тұр, цветі. Екі жағым қатты қызыл болып тұр. Көзге ыңғайлы, негізінде бір қатты бар екені білінбейді, былай көзде тұрғаны өзіме байқалмайды. Егер Нарутоның фанаттары болсаңыздар, түсінеді деп ойлаймын. Ол жақта только Обито ғана емес, сонымен қатар Какаши, Саске, Мадараның да линзалары тұр. Алсаңыздар болады. Оны алып сізде достарыңызды таңғалдырсаңыздар болады, немесе TikTokқа контент жасасаңыздар болады деген сияқты. Бұл жолы ұмытпаймын, енді заказ беремін дейтін болсаңыздар, мен көп ұмытып кететін, описанияға ссылкасын қалдырып кетемін осы заттың. Сол ссылкаға кіріп, бірден Алиэкспресске өтіп кетесіздер. Сол жақтан заказ берсеңіздер, дәл менікіндей тез келетін, әлі арзан товарды заказ бере аласыз. Достар, мен сіздерге товарды ашып көрсеттім, бағасын қанша екенін айттым, қай жақтан алуға болатынын да көрсеттім, көзіме киіп те көрсеттім. Сіздерге видео осылай ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басыңыздар, каналды қолдаңыздар, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұдан кейін де қызықты товарларға мен обзор жасайтын боламын. Мені қарап жүріңіздер. Чао.